Қайырлы күн, құрметті студенттер, қалайсыңдар? Бүгін біз Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарихына қатысты өзіміздің пәнімізді қызықты еткізіп өтетін арнайы платформалар туралы айтатын боламыз. Неше біздің бірінші сайтымыз бұл балаларға арналған тарих. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай 5 және 6 сыныптағы балаларға тарихты түсіндіруге жеңілдететін арнайы бөлімдер бар. Ішінде суреттермен қарастырылған, мысалы ежелгі тарих, Месопотамия, Египет, Қытай, Рим секілділер тұрса, дүниежүзілік тарихтан орта ғасырлар, қайта өрлеу дәуірі, Франция революциясы, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс секілділер көрсетілген. Ал мына жақта ақш тарихы. Мысалы біз 5 және 6 сыныптарға, яғни ежелгі дәуірді ежелгі тарихты түсіндіру үшін ежелгі Месопотамияға кіріп көретін болсақ, бұл сайтта қарап отырғандардай ежелгі Месопотамияның мәдениеті, тұлғалар, өркениеттер және саяси тарихы көрсетілген. Мысалы мына жақта Месопотамия картасын Атанас Косовскийдің белгілеуі бойынша көрсетілген. Мысалы мына жерде Каспий теңізі, жерден Ефрат пен Тигр өзендері бойында осы орналасқан осы суретті шығарып ала отырып түсіндіруге болады. Мысалы мен Гильгамеш туралы дастанды түсіндіретін болсам, осы сайтты қолдануға болады. Яғни ежелгі Месопотамия, оның ішінде Гильгамеш туралы дастанды балаларға өтер кезінде осы жерден ақпарат алып, мысалы шумер әдебиетінің бұл Гильгамеш туралы дастан ең әйгілі үлгісі болып саналады. Яғни бұл эпикалық ертегі. және Гильгамеш Урук қаласын басқарған шынайы шумер патшасы болуы мүмкін, бірақ ертегі грек мифологиясындағы Геркулес сияқты эпикалық қаһарман туралы баяндайды. Жалпы осыны айта келіп, енді балалар қараңыздар, автор кім болды бізде? Оқиғаны алғаш рет біздің заманымыздан дейінгі 2000 жылы вавилондық жазушы жазған, бірақ ертегінің өзі шумер халқы мен мифтері туралы баяндайды. Мүмкін оқиға әлде қайта ертерек жазылған шығар, ал жазушы оның нұсқасын ғана бізге айтып берді. Мына көріп отырғаныңыз Гильгамештің жалпы мүсіні деп айтуға болады. Король Гильгамеш осылай сабақты осы сайт арқылы қызықты түсуге болады. Оның астында жаңағы Гильгамеш эпосы туралы қызықты фактілер. Бұл оқиғаны алғаш рет 1872 жылы археолог Джордж Смит аударған ежелгі Ниневия қаласындағы әйгілі Ассирия кітапханасынан Гильгамеш туралы көптеген тақтайшалар табылды. Яғни бұл қызықты фактілер сабағымызды қызықты өткізе алады және балалардың тарихи санасын дамуын тездетеді деп айтуға болады. Себебі біз Гильгамештің түріне қарай отырып, жаңағы Гильгамеш туралы дастан шығарған жер қос өзеннің картасын көре ала отырып, балалар ежелгі Месопотамияға кішігірім ене алады деп айтуға болады. Одан кейін бізде бұл жерде мысалы шумерлер, өркениеттің ішіне шумерлерге кіретін болсақ, Ефрат пен Тигр бойында мемлекеттерге қарап біз балаларға осы карта арқылы түсіндіру арқылы балалардың тарихи санасын тез дамыта аламыз. Себебі бала тарихты білсе, бала картаны біле алса, тарихты түсіну жеңілдейді. Біздің екінші платформамыз бұл бізде интернет архив сайты. Мен мына жерде осы сабаққа арнайы Қазақстан тарихының белгілі тұлғаларының дін туралы айтқан кітабын таптым. Бұл кітап бізде 1958 жылы шыққан ескі кітаптардың бірі деп айтуға болады. Осындай архивтен біз кітаптарды алу арқылы өзіміздің сабағымызды жаңағыдай қызықты еткізіп өткізуге болады. Мысалы мына жерде Шоқан Уәлиханов бізде дінге қарсы науканы, ғылымды пайдаланды деп айтып жатқаны бар. Орай Алтынсарин бізде педагог ретінде исламмен емес, жаңағы исламның қараңғы халықта өзінің исламны жамылған өтірік молдаларға қарсы күрес жүргізу және зайырлы мектептер ашты деген секілді жолдарды байқауға болады. Ал Құнанбаев та бізде өзінің көркем сөздерімен жаңағы осы дін мен ғылымды ұштастыра алды деген секілді жолдар бар. Жалпы осы кітапты мен сіздерге ұсынамын. Бұл дегеніміз Қазақстан тарихының тұлғаларын, тарих сабағында Қазақстан тарихының тұлғаларын өту кезеңінде сол дәуірлерге келген кезде осы кітаптардың пайдасы өте зор. Яғни осылай іздеу арқылы біз Қазақстан тарихына қатысты
ертерек шыққан кітаптарды байқауға болады. Мысалы бізде Совет Мұқанов туралы естеліктер, шежіре, Дулатова Гүлнар, Иірім секілді жаңағы сирек кездесетін кітаптарды байқауға болады. Мысалы мына жерде ауыл коммунисі деген кітапқа кіріп көрейік. Ал мына кітапты көріп отырғандарыңыздай 1932 мен 1938 жылдар аралығында шығып отырған ауыл коммунисі ең кеңес дәуірі кітаптардың бірі деп айтуға болады. Мысалы ашып қарайтын болсақ, бұл жерде ауылда колхоздың көлемі қандай болу керек? Жалпы мына кітапқа қарап біз колхоз деген терминдерді қайта ораламыз енді кеңестік дәуірге. Жер мен пайдалану туралы үкімет не айтты? Мына жақта ұлы орысшылдық, жергілікті ұлтшылдық деген не? Жалпы кеңестік дәуірде бір ұлтты жасайтынын білеміз. Сондықтан біз осы кітаптарға қарап, осы архивтерге қарап, кеңестік идеологияның, коммунистік идеологияның кітаптарда, білім беру жүйесінде жалпы колхоздық шаруашылықта да қолданғанын көруге болады. Біз осы платформаны қолдану арқылы, яғни интернет архив платформасын қолдана отырып, сабағымызды қызықты етіп өткізуге болады. Себебі мына жерде 1932 жылы шыққан кітаптың архивтік жазбасы мына жерде. Олай болса, өздеріңіз сабақтарыңызға осы платформаларды қолданып, сабақтарыңызды қызықты өткізіңіздер. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар.